Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ет пен қиярден жасалатын, үлкен кісілер сүйіп жейтін өте дәмді салат рецептімен бөлісемін. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып, қызғаннан кейін балғын етімізді салып, жақсылап араластырып, суы тартылғанша қуырып алатын боламыз. Еттің өзінің сөлі бөлінетін болады, сол сөлі тартылып, міне әдемілеп қып-қызыл болып қуырғаннан кейін үстінен орташа пиязды жұқалап турап, араластырып, қызартып қуырып алатын боламыз. Міне осылай қуырылып шықты. Бір араластырамыз да үстінен дәміне қарай тұзымызды және де 1-2 қасықтай соя соусын қосып араластырып 1-2 минут аралығында қуырып аламыз. Және де үстіне қалауларыңыз бойынша осындай қызыл бұрыш қостым мен, және де паприка қоссаңыздар да болады. Осындай қызыл ашты бұрышымызды қосып, үстінен жарты кесе немесе стакандай су құясыздар да астын баяулатып, бетін жауып, жарты сағат, 1 сағат көлемінде бұқтырып пісіріп аласыздар. Міне осылай баяу отта тұру керек. Кейін астын көтересіздер да сарымсағымызды және де корей күшінен өткізілген сәбізімізді салып, бір минут аралығында осылай қуырып аламыз. Кейін ұзыншалап туралған болгар бұрышын және қиярымызды саламыз. Болгар бұрышының әртүрлі болғаны жақсы, және де егер ашты болған қаласаңыздар, жартылай ащы бұрыш, яғни полугоркий перец қолданасыздар. Біркелкі араласқаннан кейін дәміне қарай қара бұрыш, ашты, қызыл бұрыш қостым, себебі мен полугоркий перец болған жоқ. Және де тағы да 1-2 ас қасықтай соя соусын қосып араластырып, осы кезде астын өшіресіздер. Және де қалауларыңыз бойынша мен түсіруді ұмытып кеттіппін. Кинза, петрушка және де укроп турап салып жіберсеңіздер өте керемет болады. Осымен біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға рахмет.